Сәлем достар, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгін Алматыда ауа райы өте керемет болып тұр. Алматының ауа райы енді бір күні көктем, бір күні қыс, солай өтіп жатыр әйтеуір. Оған да үйреніп қалғанбыз ғой біз. Почтаға барып, хат келді ма ютубтан біліп едім, әлі келмепті. Күтіп жүрмін, күнде сарғайып, қашан келеді деп қыздардың бәріне келіп жатыр. Білмеймін неге маған келмей жатқан. Сонымен келіп қалар деп тағы да үмітімді үзбей қайттым. Үйге келіп төсек жинамай кеткем. Осы бөлменің төсегін до конца жинадым. Балалардың ойнайтын бөлмесі ғой, осы жерге ұйықтағанбыз түнде. Ең жылы бөлме. Балам ауырып жүргеннен кейін жөтеліп осы бөлмеге ұйықтап төсек салып жата салдық түнде. Сонымен кішкене ойыншықтарды реттестіріп, жинастырып қызыма көрмеге тапсырма беріпті. Керексіз пластик бутылкалардан сондай жарамды бір заттар жасап шығару керек екен. Не жасаймыз деп сонымен екі кішкентай 0,5 макси чай алдырып, ютубтан қарап, осындай ручка, карандаш салып қоятын жасадық. Өте әдемі болып шықты. Қызым көрмеге апаруға қимай қалды ғой. Өзіме алып қалайыншы деп. Оны көндірдік, макси чай күнде ішесіңдер ғой, өте оңай жасалынады екен, тағы да жасап береміз деп. Сонымен көнді, мектепке алып баратын болды. Содан тамақ жасайын деп пиязымды аршып, турап, фаршымды шығарып, ерітіп, пельмен жасауға кірісіп кеттім. Балам ұйықтап қалды, түскі ұйқыға. Сонымен қызымыз екеуміз бір жағынан тақпағын жаттап жүрміз, ана тілінен. Бірінші сынып қой, тақпақ берген, кішкене есте сақтау қабілеті төмен, йод беріп жүрмін. 3 каплядан күніне суға араластырып айхербтан алғанмын. Бірақ сонда да енді ішіп жүрміз ғой, енді әсері болатын шығар деп ойлап жатырмын. Сөйтіп нанды тарсылдатып жайып тастадық. Лапша резканы жаятын мен жаям ба деп едім, жоқ, өзім жайып тастадым. Сонымен тез екеуміз екі жақтан түйіп, қыз деген жақсы екен ғой, көмекші. Бір жағынан қызым отырып түйіп отырды, бір жағынан өзім түйіп отырдым. Солай екі жақтап бірігіп тамақты жасап тастадық. Мен пельменді суға қайнатамын да пісіріп, содан кейін бөлек сүзіп аламын. Сол кезде қамыры өсіп кетпейді. Сүзіп алғаннан кейін кішкене үстіне сары май жағып қойсаңыздар, өте дәмді болып тұрады. Сонымен бала-шағаны киіндіріп алып, машинаны от алдырып, сіңілімді жұмыстан күтіп алуға шықтық. Ол садикте жұмыс жасайды, бізбен бірге тұрады. Сонымен бүгінгі күніміз осылай біздің өтті.